саламатсыздар ма балалар? Бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Сен шамалардың өзара тәуелділігіне есептер шығарасың. Аулада демалу мәдениеті. Өздеріңізге белгілі балалар, қалада, ауылда адамдарға арналған демалыс орындары болады. Бұл демалыс орындарында спорт алаңдары, балаларға арналған ойын алаңдары қойылған. Сол ауламызды балалар біздер қалай ұстау керекпіз? Сендердің де өз аулаларың бар шығар. Аулаңызда не бар? Аулаңызда қалай демаласыздар? Аулаларыңды қалай ұстайсыңдар? Деген сұрақтар арқылы біздің аула ережесін құрайық. Ауланы таза ұстаймыз. Ойын алаңын бүлдірмейміз. Таза болса ауламыз, біз дені сау баламыз. Сенбілігін ұйымдастырамыз. Ең таза аула байқауына қатысу. Болжау арқылы бүгінгі сабағымыздың мақсатын болжап көрейік. Ол үшін шамалар макетін қара. Өздеріңізге таныс мына шамалар макетінде заттың құны, бағасы, саны туралы айтылып тұр. Осы үш шаманың арасында қандай қатынас бар? Құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Егерде бағасы белгісіз болса, құнын санына бөлеміз. Егерде саны белгілі болса, құнын бағасына бөлеміз. Келесі тік төртбұрыштың ауданы, ұзындығы, ені. Аудан, ұзындық, ені арасындағы қандай байланыс бар екенін анықтайық. Тік төртбұрыштың ауданы ұзындығы мен еніне тең. Ұзындығы белгісіз болса, ауданын еніне бөлеміз. Ені белгісіз болса, ауданын ұзындығына бөлеміз. Келесі шамалар жалпы массы, бір заттың массасы және саны. Жалпы массы мен санның көбейтіндісіне тең. Бір заттың массасы белгісіз болса, жалпы массаны санына бөлеміз. Егерде саны белгісіз болса, жалпы массаны бір заттың массасына бөлу арқылы табамыз. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Соған сай, мақсатымыз есептерді шығаруда шамалардың арасындағы тәуелділікті пайдалану. Мәтіндік есептер. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай? Ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалды. Осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бір банка бояудың массасы 180 грамм. Осындай 4 банкада неше грамм бояу бар? Балалар, шамалар макетін пайдаланып есепті орындаймыз. Дұрыс жауабын қарайық. Келесі есепке назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Есептің шешуіне назар аударайық. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Есепті шығар. Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Есептің жауабын тексерейік. Төртінші тапсырма. Суретке қара. Ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есепте. Қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап. Есебіміздің жауабын қарайық. Тапқырлыққа берілген есеп.
Балалар, мынау ненің суреті? Иә, балалар, бұл фотоаппарат. Оны не үшін қолданамыз? Иә, дұрыс балалар, онымен суретке түсеміз. Келесі есебіміз фотосуреттер туралы болады. Бірінші альбомда 26 фотосурет, ал екінші альбомда 32 фотосурет бар. Зере екінші альбомнан бірінші альбомға бірнеше фотосуретті ауыстырды. Содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Зере неше фотосуретті ауыстырды? Үйге тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.